Желіде жақсы жаңалық. Бұл жаңалық үшін видеоролигіміз астына бір емес, мыңдаған лайк бассаңыздар дейді. Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астына бір дана лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз кабот олардың қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсы жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше біз бастадық. Келешек ерікті жинақ жүйесі келер жылдан бастап қолданысқа енбек. Елімізде мектеп бітіруші түлектердің 40%-дан астам жоғарғы оқу орнында мемлекеттік грантпен оқиды. 2040 жылға қарай бұл көрсеткіш 15%-ға дейін қысқаруы мүмкін. Мамандар болжамы осындай. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы жолдауында үкіметке келешек ерікті жинақ жүйесін енгізу тапсырған болатын. Аталған жүйе келер жылдан бастап қолданысқа енеді. Ата-ана 5 жасқа толған баласына екінші деңгейлі банктер арқылы шот ашып, оның жоғарғы білім алу үшін қаржы жинайды. Бала мектеп бітіріп, грант жеңіп ала алмаса, осы жинақ есебінен білім алады. Егер өз біліммен оқуға түссе, онда ата-анасы жинаған қаржыны баспана алуға жұмсайды. Басқа да жаңалықтарды білу үшін және видеоролигіміз сізге пайдалы болған болса, достарыңызға таратуды және де лайк басуды ұмытпаңыздар.